Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге 4 түрлі кремдер топтамасын ұсынамын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен марлинығымызға қаймағымызды салып, 3-4 сағаттай осылай ұстап, артық суын бәрін сорғытып аламыз. Сол кезде қаймақтың массасы өте творожный сыр сияқты өте қою болып шығады. Кейіннен оның үстіне сгущенкамызды құйып, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде ескеретін жайт, сгущенка сапалы сгущенка алыңыздар. Сол кезде кремдеріңіз өте дәмді болып шығады. Араластырып болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Уақытымыз өтті. Міне қараңыздар, крем қандай қою болып шықты. Бұл кремді торт бетін әрлеуге, пирожныйларды әрлеуге не болмаса, ортасына да қолдануға болады. Өте формасын жақсы ұстайтын кремнің бірі. Келесі кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге вареный сгущенканың үстіне қаймағымызды салып, екеуін жақсылап тұрып миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне сливкімізді құйып, тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Бұл крем өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Сондықтан бұл кремді пирожныйлардың, торттардың ортасына қолдану керек. Креміміз дайын. Үшінші креміміз дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сырдың үстіне қаймағымызды салып, үстіне қантымызды салып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Бұл жерде қантымыз еріп кетуі керек. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне сливкімізді құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Бұл крем өте қою болып шығады. Яғни бұл кремді торттардың бетінде әрлеуге және де ортасында жауға болады. Формасын жақсы ұстайтын кремнің бірі. Креміміз дайын. Келесі креміміз бізде ганаш на белом шоколаде деп аталады, яғни қолға жабыспайтын крем. Ол үшін шоколадты алып, осылай микроволновкада ерітіп аламыз. Тым қатты ыстық жібермеңіздер, және кейін бөлме температурасында тұрған сары майдың үстіне творожный сырымызды салып, екеуін жақсылап тұрып миксерлейміз. Бұл жерде ескеретін жайт, творожный сырды майда екеуі бір қалыпты температурада болу керек. Осылай міне лопаткамен тағы да араластырамыз. Кейіннен осы 3 сағаттың барлығын екеуін бірге біріктіріп, бұларды блендерлейміз. Міндетті түрде блендерлеу керек. Сол кезде креміміз жақсы қолға жабыспайтын болып шығады. Сіздерге осымен барлық менде кремді топтамасы ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.